Иса Мәсіх айқыштағы өлімнен құтқарылды. Киелі кітаптан алынған куәліктер. Құдайдың жоспары. Мәриямның ұлы Иса шынайы Мәсіх, Құдайдың хақ пайғамбары және Құдайдың сүйікті пендесі болды. Бірақ соған қарамастан яһудилер оны қабылдамады және оны сатқын ретінде айқышқа шегелеу арқылы өлтіруді ойлады. Тәурат бойынша бұндай өлім қарғыс атқан өлім болып саналады. Бұнысымен олар оның жалған пайғамбарлығын дәлелдегісі келді. Оның дұшпандарының жоспары осындай болған. Ал Құдайдың жоспары оның дұшпандарының жоспарларын бұзып, оны осындай қарғыс атқан өлімнен құтқару болды. Бұл адамзаттың рухани тарихының жан түршігерлік тарауларының бірі. Құтқарылуы үшін Исаның Құдайға сыйынуы. Иса барлық пайғамбарлар сияқты Құдайға сыйынудың күшіне кәміл сенген. Ол үнемі шәкірттерін жаратушы ие Құдай тағалаға сыйынуға шақыратын. Құдай менің дұға тілектерімді естиді деп Иса оларға жиі айтқан. Ол дұшпандардың пиғылын білгенде қатты күйінді. Ол Құдайдың жолында өмірін құрбан етуге қорықпады. Оны ренжіткен нәрсе, егер дұшпандары өз пиғылдарын сәтті іске асыра, онда олар өздері үшін Құдай патшалығының қақпасын біржолата жабар деген ой мазалады. Және олар Құдайдың ұлы сыйы, пайғамбарлықты жоғалтар еді. Бұндай жағдайда пайғамбарлық олардан алынып, басқаларға беріледі. Қайғыда ол Құдайға сыйынды. Ол түннің көп бөлігін Гетсиман бағында рухани жан қиналысы мен соңғы үміттегі жалбарынумен өткізді. Шүкір, Құдай оның тілегін естіді, және ол қарғыс атқан өлімнен құтылатынына сенімді болды. Оқиға қалай өрбіді? Оны тұтқындап Понтий Пилатқа келді. Оған Құдайды қорлады және сатқындық жасады делінген айып тағылды. Пилат төрелік сот орнына отырғанда, оның әйелі оған хабарлама жіберді. Әлгі әділ адамға еш жамандық жасай көрме. Өйткені мен бүгін түсімде оған бола қатты қиналдым. Енді рухани көздері ашық көреген жандар үшін Исаның айқышта өлмегендігіне айқын дәлелі бар. Өйткені Құдай оны өлімнен қорғаймын деп құлына араша түсіп, бірақ сәтсіздікке ұшырады деген болмайды ғой. Сол сәттен бастап Пилат яһудилерді тыныштандыруға және Исаны босатуға көп күш жұмсады. Бірақ олар бұл туралы естігісі де келмеді. Пилат Исадан ешқандай кінә таппағанын мәлімдеді. Дұшпандар, егер ол Исаны айқышқа керуге бұйрық бермесе, онда Цезарға жеткіземіз деп қорқытты. Ақырында жұма күні түстен кейін Пилат олардың мазасыз талаптарына мойын сұнып, олардың ендігі істеріне қатысым жоқ деген белгі ретінде қолын жуып, Исаны олардың еріктеріне бере салды. Айқышқа керілуі. Дұшпандар оны мазақ етіп, өлім жазасы орындалатын жерге апарып, айқышқа екі ұрының ортасына шегелеп қойды. Көп ұзамай сол жерді қараңғылық басты. Адамдар күн батып кете ме екен, жазаланушылардың денелері әлі айқышта асылып тұр деп алаңдай бастады. Өйткені келесі қасиетті сенбі күні денелер айқышта асулы тұрса, бұл жазалануға тұрарлық күнәлі іс саналған. Осылайша айқышқа шегеленгендер асығыс түрде айқыштардан тірідей түсірілді. Ал Иса сол күні бастан өткерген барлық оқиғалардың салдарынан есінен талып қалған еді. Екі ұрының аяқ сүйектері оларды нақты өлтіру үшін сындырылды. Бірақ Иса жазалаушыларға өліп қалғандай болып көрінгендіктен, олар оның сүйектерін сындырмады. Денесінің берілуі. Осындай аласапыран жағдайда және қорқынышты белгілер көрінген кезде, Исаға сенген Пилаттың досы және ақылды кеңесшісі Ариматеялық Жүсіп Пилатқа келіп, одан Исаның денесін беруді өтінді. Осындай істерде тәжірибесі мол Пилат Исаның тез арада өліп қалғанына күмәнданды, бірақ денесін алып кетуге рұқсатын берді. Ес-түссіз жатқан Исаны Жүсіп ақ кебінге орап, жақын жердегі үңгірге жасалған отбасылық қабіріне қойды. Онда Исаны түрлі емдік шөптерден жасалған жақпа майдың көмегімен Никодем есімді мықты емші емдеді. Иса қажетті күтім алып, 1-2 күнде есін жиды. Осының барлығы демалыс күндері болды.
Аптаның бірінші күні Иса жүріп тұра алатын күйге келді. Дегенмен денесі алған жарақаттарынан толық айыға қоймағандықтан, оған күтімді әлі де жалғастыру қажет болды. Шәкірттерімен кездесуі. Иса жасырын түрде шәкірттерімен кездесті. Олар Исаны көріп тұрғандарына әрең сенді. Олар оны өліп қалған деп ойлады, және оның аруағымен сөйлесіп тұрмыз деп зәрелері кетті. Иса олардың өлмегеніне және аруақ емес екеніне сендірді. Аруақтарда жаралар мен зақымдар болады ма деп оларға жараларын көрсетіп, ұстап көрулерін ұсынды. Исаның қарны аш болды, сондықтан олардан тамақ сұрап, олармен бірге тамақтанды. Оның өлмегенін, Құдайдың арқасында дұшпандарының жоспары бұзылғанын ол көпшіліктің білгенін қаламады. Ол шәкірттеріне, егер дұшпандары оның тірі қалғанын біліп қойса, оны қайтадан тұтқындауға тырысатынын ескертті. Иса оларға Яһудия жерінде қабылданбағанын, бірақ бұнымен оның миссиясы аяқталмағанын айтты. Ол енді оларды тастап кетуі керек еді. Өйткені Израильдің жоғалған қойларына, яғни кезінде шығыс жақтағы елдерге жер аударылған еврей тайпаларына өзінің ізгі хабарын жеткізуге міндеттімін деп жолға асықты. Шығысқа кетуі. Осылайша ол Израиль үйінің жоғалған тайпаларын іздеу үшін шығысқа кетті. Әлгі тайпалар Шам жерінен жол бойы Кашмирге дейін, яғни Ирак, Иран, Ауғанстан және солтүстік-батыс Үндістан жерлеріне қоныс тепкен. Кашмирдің дұрыс атауы Кашир атауының өзі Шам секілді дегенді білдіреді. Және Кашмир жерінің бірқатар атаулары Шам жерінің атауларынан шыққан. Кашмир халықтары қазір де сыртқы түрлерімен, есімдерімен, тайпа атауларымен израильдіктерге өте ұқсайды. Исаны еврей тайпаларында жақсы қарсы алып қабылдады. Және олардың арасында ол Юзу Асаф есімімен белгілі болды. Яғни жоғалған тайпаларды жинаушы Иса, ханзада пайғамбар. Ол өмірінің соңғы жылдарын Кашмирде өткізді. Өмірінің соңы. Ол қартайған шағына дейін шамамен 120 жыл өмір сүрген және қайтыс болғаннан соң Шринагар қаласының Ханьяр ауданында жерленді. Оның қабірі бүгінге дейін құрметпен қорғалуда және оны адамдар көптеп зиярат етеді. Баяндаманың шынайылығы. Құдайдың пайғамбары Мәриямның ұлы Иса айқышта өлді деген жалған ойды қолдайтын ешбір дәлел жоқ. Ол айқышта 3 сағат болып, одан тірі түсірілді. Оның сүйектері сындырылмады. Өмір сүруге маңызды дене мүшелері зақымдалмады. Оның айқышта өлмегенін айғақтайтын толық дәлелдері бар. Оның денесі Ариматеялық Жүсіптің отбасылық қабіріне жатқызылып, күтіліп бағылды. Егер ол сол кезде өліп қалған болса, онда оның мүрдесімен не болды? Ол қайда жерленді? Сол дене жарақаттарымен ол шәкірттерімен кездесіп, олармен бірге тамақ ішті. Бұл оның айқышта өлмегендігін айқын және бұлтартпастай дәлелдейді. Түсіне алатын жандар, ойланыңыздар, ақиқатты анықтаңыздар. Және ойдан құрастырылған қисынсыз ойларға жол бермеңіздер. Осы тақырыпты әрі қарата зерттеу үшін сіздерге Иса Үндістанда атты кітапты ұсынамыз. Оны осы видеоның астында берілген сілтемеден жүктеп алуларыңызға болады.